Ертіс өңірінде қазақ тілі және әдебиеті пәндері мұғалімдерінің форумы өтті. 200-ден астам маман жиналып, қазақ тілін оқыту әдістемесі, әсіресе латын әліпбиіне көшу бойынша тәжірибе алысты. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында өткен шара мемлекеттік тілдің аясын кеңейтіп, ақпараттың дамыған заманында білім беру әдістерін жетілдіруді көздейді. Айта кетейік, осы тектес шара соңғы рет 6 жыл бұрын ұйымдастырылған. Бірінші, осы қоғамда мемлекеттік тілдің қолдануы, келешектегі жоспарлар және осы бүгінгі күнде ғаламторда және әлеуметтік желілерде қандай жаңа технологиялар бар, соны қалай жергілікті жерлерде қолданып жатқан сондай сөз көтеріліп өзара бөлісу болады. Биылғы жыл қазақ филологиясы үшін қасиетті жыл. Себебі дәл биылғы жылы осыдан 30 жыл бұрын осы қараша айында қазақ филологиясы кафедрасы ашылған. Алла жазса міне 30 жыл толайын деп отыр. Демек біз басымызды қосып бір сыдырғы әңгіме айтатынның өзінің уақыты сияқты болып көрінеді.